Ассалаумағалейкум, құрметті менің оқырмандарым, құрметті Авторынок Ақтау каналының оқырмандары. Қараңыздар, бүгін мен автобазарға барған жоқпын. Өйткені өткен аптада мен сізге айтқам, Toyota центрді барып түсірем деп, қазір Toyota центрға барып жатырмын. Сол жерде машиналарды қараймыз, түсіреміз, бағаларын көреміз, қандай машиналар бар, жақсы варианттар бар ма екен қараймыз. Сосын достар, бұйыртса алла қаласа міне қазір дайындық үстінде жүріп жатыр. Осы автокөлікті мен сізге айтқам, ойнатам деп. Толық дайын болған кезде алла қаласа ойынға шығады. Сондықтан давайте каналға жазылмаған адамдар болса жазылып, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып, мені қолдап рекке шығарып жүріңіздер. Так, ассалаумағалейкум, құрметті оқырмандар. Мінекей, өткенде сізге айтқам, Ақтау базары, Авторынок Ақтау телеканалы, YouTube канал. Мінекей, Toyota центрға келдім. Қазір көліктер біраз бар екен, жақсы көліктер бар екен. Не үшін бұл кейбір көліктердің бағасы арзан, кейбір көліктердің бағасы қымбаттау? Не үшін ондай бағада разбираться ететін боламыз. Ал ендеше кеттік. Так, мынау бізде Toyota. Так, 2021 дейді, 3.5 автомат, бензин 45 мың, пробег 53 мың, в общем 54 миллион ғой бағасы. 300-дік. Так, достар, келесі автокөлік Toyota Land Cruiser 200-дік. Так, 2016 4.6, 111 мың пробег, 34 миллион 990 дейді, 35 миллион бағасы. Осындай әдемі 200-дік бар екен. Салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, енді 3.5 әрине сәл тюнинг қазіргі более современный сияқты. Бірақ маған осы 200-дік әдемі, 200 ұнайды. Так, мынау бізде 200-дік, 4-тік, 2018 91 мың пробег, газ бензин дейді, 34 миллион бағасы. Мухобойник салынған екен алдында. Өте әдемі автокөлік жалпы. Осындай 200-дік бар екен. Так, Highlander. Toyota Highlander 2021 3.5, 15 мың пробег, 29 миллион 500 бағасы. 490 дейді, енді 500 ғой. Highlander-дің түрі RAV4-ге ұқсап кеткен ба деп қоямын да, негізінде. Кейінгі RAV4-дің түрлеріне ұқсайтын сияқты. Так, ну, Toyota бізде Camry 75-тік, 23, 2.5, 7 мың пробег, 15 миллион 890. Жаңа автокөлік 75-тік осындай, 15 миллион, 16 миллион ғой енді. 15 миллион дейді. 15 миллион 890 мың. Келесі қара түрі тұр екен. Так, 2.5, 23 престиж комплектация, 7900 пробег, 18 миллион 990. Мұнда уже противотуманкалар бар. Қара түс, ақ түс әдемі. Өздеріңіз қарайсыздар.
Так, Toyota Corolla 22 автомат бензин 6700 пробег 14 миллион 700 бағасы. Осындай Corolla бар. Так, мынау Corolla 23 екілік 5 пробеге 14 миллион 990 дейді. Автомат. Toyota Corolla 22 1.6 автомат 13450 пробег 14 миллион 490. Жаңа автокөліктер. Так, мынау бізде Toyota Corolla 22 1.8 новая дейді 12 миллион 600. Мынау енді 22-де шыққан 12 миллион 600. Жаңа автокөлік іздеп жүргендер болса, мінекей осындай автокөліктер бар. Келесі рядқа кеттік. Так, бізге ойлаймын автобустар қызық емес шығар ешкімге. Сондықтан мына бір так, Kia 3D машиндар ғой. Так, Kia Carnival 22 10500 пробег 27 миллион 990. Осында қара түсте автокөлік бар екен. Exit VX 22 екілік 16500 пробег 19 миллион. Кроссовер іздегендер болса, мінекей осында Exit бар екен, бағасы 19 миллион. Так, ақ түстесі бар екен. Пробег 20 мың 18 миллион 400. 22 екілік. Салон бәрі ақпен түсірілген екен, жақсы, өте жақсы, әдемі. Так, мынау бізде Infiniti QX50 21 екілік автомат 46 мың пробег 18 миллион 690 дейді. Келесі автокөлік Hyundai Tucson 19 екілік 134 мың пробег 12 миллион 190. Так, Hyundai Tucson 22 2.5 9560 пробег 18990 дейді. Пробег бағасы. Так, құрметті оқырмандар, мінекей тағы бір Toyota тұр, 200-дік 2013 4.6 газ бензин 270 мың пробег 20 миллион 990 бағасы. Осындай ақ түстес. Мынау бізде жаңа көрсеткен Toyota, бұл Родноградскіде тұр дейді, тарап полностью Родноградскі 4-тік бұның объемы. Газ бензин 234 21 миллион 890 бағасын айттым қойды. Так, Renault Captur дейді, 1.6 автомат 21 90 мың пробег 8 миллион 490. Осындай Renault бар екен, Captur деген машина. Kia Rio 21 1.6 93 мың пробег 9 миллион 790. Бензин, автомат. Kia Ceed 22 1.6 автомат, газ бензин 16 мың пробег 12 миллион 500.
бұл полная комплектация, трехслойная шумоизоляция дейді мында. Пробеги де аз. Оқтан кімге қызық болады. Осындай Kia Ceed бар екен. Бағасын айттым. Так, достар, мынандай ғой мәселе. Осыны машиналардың арасында қайсы сізге ұнайды? Маған жазыңыз комментарийға. Сол автокөлікті толықтай қыздырып, қарап, түсіріп беретін болам. Escalade, Cadillac Escalade 2017, 6-да 2, 99 мың пробег, 34 миллион 650 бағасы. Так, Lexus GX 460, 460 аха 2017, объем 4.6 автомат, 21.700 миль, 25 миллион 890 бағасы. Сіздерде андай не бар ма? Бұларды қалай алады клиенттар? Мысалы 10% төлей ма, жоқ 20% төлей ма? 15 миллионға дейін 10%. 15 миллионға шейін 10% төлейді. 15 миллионнан жоғары автокөліктерге 20% первоначальный взнос. Стандартный автокредитование бар, 1 жылдан 7 жылға дейін. Частичный отсрочка бар, 12 айға и 24 айға. И потом трейдинг бар. Трейдинг өздеріңіз бағалайсыздар да, соның түсінікті. Сол оқырмандарға қызық қой енді. Так, мынау. Мына жақты жүріп өтейік қазір. Toyota. Так, Veloz дейді. Бұл араб па сонда? Араб. Араб, да? Так, 23, 1.5, 7 орындық автокөлік. Семейный ғой, таза семейный автокөлік. Іші велюр, салон 16 миллион 590. Так, мынау бізде Hyundai Santa Fe 2019 2-де 4, 44 мың миль, 13 миллион 500 бағасы. Ақ түсте Santa Fe бар екен осындай. Так, Toyota Hilux 2020 2.7 автомат, 86 мың пробег, газ бензин, 20. Достар, қараңдар, мынандай мінеке Toyota әдемі электрический электромобиль шығарған екен. BZ4X деген автокөлік. Бұл сонда не таза не ма? Қытайдан шыққан ба, жоқ Япония ма? Қытайдан шыққан. Қытайдан шыққан, да? Иә, өзінің жаңағы қуаттайтын көзінің базасы өзінде дейді барлығы. Так, 2023 электрический пробег 0, 16 миллион 490 бағасы. Достар, осындай міне электромобиль Toyotаның әдемі. Келесі автокөлік RAV4 бізде. RAV4 2018 2-лік 51 мың пробег, 13 миллион 390. Қара түсте осындай. Жалпы кроссовер алам, биік машина қарайым дегендер болса, мінеке әдемі автокөліктер бар екен. Енді базардың бағасын өзіміз көріп жүрміз ғой. Базарда примерно алған кезде 50-бестіктерін қазір 10-12 миллион сұрап тұр, оның қасында мыналарын. Таңда өздеріңіз енді. Так, Toyota RAV4 22-лік 55 мың пробег, 16 миллион 690 дейді. Мінеке. Қара ақ түсті. Так, Toyota RAV4 22 2-лік 26 мың пробег, 20 миллион 390. Кәдімгі шоколад түстесі өте әдемі екен. Полный комплектация, дополнительный порогтары бар, есік ашқанда шығады, иә? Өте әдемі автокөлік. Бізде әлі гарантияда тұр. Бұл автокөлік әлі гарантияда тұр дейді. Полный комплектация. Есігін ашсаңыз, порогтары дополнительный шығады екен.
Әдемі көрініс енді. Түсі де өте әдемі. Бағасы 20 миллион 490. 390 мың. Так, мына бұл автокөлік, бұл бізде Prado. Так, 2019 2.7 автомат газ бензин 22 мың пробег, 22 миллион 490 дейді. Prada'ların барлығы европейц бізде. Осы тұрған Prada'лардың барлығы европейс. Тағы да мынау шоколад түстес екен. 21 2.7 газ бензин 84 мың пробег, 26 миллион 490. Екі мың 14 2.7 бензин 130 мың пробег, 17 миллион 990. Осындай ақ түстес Prado бар екен. Так, 2021 2.7 36 мың пробег, 28 миллион 490. Так, 2022 2.7 автомат, бензин 19 мың 39 мың пробег, 29 миллион 990, 30 миллион ғой енді бағасы жалпы. Ол да бізде әлі гарантияда тұр. Бұл автокөліктерде кәдімгідей несі жаңа соғылған қалған жерлер жоқ, осы әдемі күйдегі барлығы. Таза күйдегі автокөліктер. Достар, мінекей. Біздің бұл Ақтаудағы Toyota центр, сіздерге тағы да айта кетейін. Төрттік Prado, араб, газ бензин 39 мың пробег, 28 миллион 490. Осындай автокөлік бар екен. Достар, сонымен бүгінгі мінекей Toyota автоцентр автосалонының шолуымыз аяқталды. Бағаларын көрсеттім, машиналарды көрдік. Біраз ақпаратты алдық. Қалай сатып алатындарын сіздерге бәрін түсіндірді. Сондықтан осы видеоны аяғына шейін көріп, комментарий жазып, лайк басып, достарыңызбен бөлісіп қолдап жүріңіздер.